Так, мына баланың туған ағасы қайда? Бірінші замечание береді. Жылдам! Немеге ұрдың? Балам, немеге ұрдың? Туған енеңді. Осы айтсын. Bir нәрсе істеп қойды ма, или әшінен ұрдың ба? Мені жақсылап тыңдап ал, түсіндің ба? Сен бұның туған ағасысың. Ешқашан өзің қол көтеруші болма. Себепсіз. Түсіндің ба? Түсіндің ба мені? Ал сен себепсіз. Ешқашан бұзық болма. Түсіндің ба? Ешқашан ағаңа дауыс көтерме. Түсіндің ба? Ағаң айтама, ағаң айтқаны сен үшін заң болу керек. Түсіндің ба балам? Ол біріншісі. Екіншісі тағы да. Сен әрдайым туған ініңді қорғап, алақанында ұстағандай ұстап жүру керексің. Түсінікті ма? Былай тұршы кішкене, былай тұршы. Түсіндің ба балам? Сен қайта басқа біреулерге бұны ренжітпеуге, бұған тиіспеуге, тем более ұруға, қол көтеруге, ешкімге мүмкіндік бермеу керексің. Сен қорғаушысы, қолдаушысы болу керексің. А сен өзің ренжітіп жүрсің туған ініңді. Сен бақыттысың, өйткені сен туғанінің бар. Ал сен 10 есе бақыттысың, өйткені сен осындай ағаң бар. Түсіндің ба? Бұның ағасы жоқ, сен ағаң бар ма? От, сен ағаң жоқ. Ал сенің ағаң бар, сен бақыттысың 10 есе. Түсіндің ба? Так что осындай алдыңда ағаңды құрметтеп жүр. Бір-біріне әрдайым сыйлы болыңдар. Түсінікті ма? Кешірім сұрай. Даусың шығар. Не үшін кешір? Қол көтердің ба? Кешір мені қол көтергеніме де. Даусын шығарбай. Қолынан ал, құшақта ініңді. Жақсылап құшақта ек қолмен. Туған бауырындай. Бұлай құшақта мен. Бұлай құшақта мен. Үйті құшақта ішіне бүйті құшақта. Ал дұрыс құшақта. Давай. Ол десіз. Дұрыста. Сен де құшақтағанда. Дұрыста құшақта. Әрдайым бір-бірлерің осындай бауыр болып жүресің. Тұр орнына. Так, екінші замечание. Жерге. Тұр нелің бала. Ешқашан бір-бірлеріңе бұлай ойнамаңдар. Бүйтіп. Ол құрметсіздікті көрсетеді. Түсінікті ма? Сырттан жаман көрінеді. Өзіңді бір басынып, мен сенен мықтымын дегенде бүйтіп. Түсіндің ба балам? Ешқашан бір-бірлеріне мазақ күлкі жасамаңдар. Бір-бірлерінің үстен болып, мен мықты едім, мен күштімін едім деп, бір-бірінен бұлай жоғарлап, өз-өздеріңді көтермеңдер ешқашан. Түсінікті ма? Күштісің ба, мықтысың ба, ішінде сақта. Күштісің ба, мықтысың ба, жаттығуда дәлелде, рингте дәлелде, жарыста дәлелде. Түсінікті ма? Келесі жолы ондай көрмейтін болайын, түсін ба? Қалай? Қайталанбай деймін. Молодец болайын, красавчик. Түсінікті ма? Аға, іні, дос, бауыр. Бұлай болу керексіңдер, бір жылдықтай. Осындай бір-бірлеріңіздің құрмет, сыйластық, бір-бірлеріңді қадірлеу деген жоғары болу. Түсінікті ма? Сонда мықты боламыз.